Май айы ауыл-қыстаудың жанына жылжып қана қонған. Шаршы түс мезгілі, кішкене жел бар, маса жоқ есебінде. Көкте көк ала торғын бұлттар маужырап қалғып, ерініп қана әлде қайда жылжып бара жатыр. Ауада торғын оралып жүрген сықылды. Желіде еркелікпен тартылып, мойнының ауырғанына қарамай қиястанып асау құлындар тұр. Олардың жанында құйрығы мен арқасына анда-санда салмақпен сипап тұрған сақа биелер. Құлыным-ау, құр мойның ауырады, қиястықтан пайда жоқ деп ақыл үйреткен сықылды. Құлынның алды-артына түсіп, бұ не болды саған, не болды саған құлыным деп абыржып қулықтар жүр. Қулықтардың бұл мінезін ұнатпай, өй, елпеңдеген сорлы, сабыр қылсайшы, ешбір бәле жоқ дегендей кәрі айғыр құлағын әлсін-әлсін жымитып қояды. Қой әлі өрістен келген жоқ. Үйшіктегі қарны ашқан қошақайлар мә-мә деп зарлап тұр. Сол уақытта ақ отауының алдында күнге жылынған мысықтай керіліп шолпан отыр. Ол бір нәрсе тігіп отырған сықылды, бірақ шынында ол тігіп отырған жоқ. 3 айдан бері әруақтай артынан қалмай жүрген күнәлі ойларын ойлап отыр еді. Бір ай болады, шолпан күнәға белін берік байлаған. Ізгі тілек үшін ізгі күнә істеуге, бір бала үшін жан жары Сәрсенбайға қиянат қылуға ол ойын бекіткен. Сәрсенбай бүгін қонаға қалаға шығады. Әйтеуір істейтін болған соң ұзаққа созып, умен құр улана беруде не қасиет? Жарайды, соза беруде не қасиет жоқ, бірақ лайым кім бар? Болашақ балаға ата болуға лайық кім бар? Жылқышы Адамқұл. Дұрыс, құлмен жүрсе сыр шетке паш болмас еді. Жабулы қазан жабулы күйінше қалар еді. Бірақ Атамқұлдан қандай бала тумақ? Күңнен күң, құлдан құл тумақ емес пе? Болса бала құл болмасын, ұл болсын. Бала болса мүт болсын, мүт болмаса жоқ болсын. Анжық жасы құл баланың болғаннан болмағаны игі. Жоқ, Адамқұлы адыра қалсын. Жай енді кім бар? Ешкім жоқ. Махаббаттың ақ қанатын кірлетуге тұратын, әсіресе болашақ балаға ата болуға лайық ешкім жоқ. Шыныменен ешкім жоқ па? Шойбай жоқ, Жұмағали жоқ, Әзімбай қалай болар? Текті атаның баласы, өзі жас, дені сау, сымбатты жігіт. Жасы 18-19-дан артық жоқ шығар. Ұзын бойлы, екі жаурынына екі кісі мінгендей. Ылғи күліп қана тұратын, қой көзді, жаңа шығып келе жатқан қара мұрты, қара жібек сықылды. Ойбай-ау, сол Әзімбайдың өзі 3 жылдан бері шолпанға жеңге деп күңкілдеп жүрген жоқ па еді? Әлі ысылмаған жас қой. Шолпанға сөз айтқанда сақа бозбалалардан естіген сөзді жаттап келіп қана айтушы еді. Жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір. Ұршыққа оралған жіптей бас-аяғы жоқ ойлардың дәл осы жеріне келгенде шолпанның ерні күлгендей болды. Дәл сол мезетте үй артынан Әзімбай шығып, жеңге іске сәт деп шолпанның жанына жантая кетті. Ақын айтқандай, бетке шықпай қала ма жүрек өзі? Әзімбайды көргенде шолпан жүрегі аузына тығылып, бір қуарып, бір қызарып кетті. Шолпанға күнә қылып жатқанда біреу үстінен шығып қалғандай, күнәлі ойларын Әзімбай біліп қойғандай көрінді. Ерте-кеш қолыңнан бір іс түспейді-ау жеңге, тігіп отырғаның не? Деп Әзімбай шолпанның тізесінің үстіндегі көйлекті ұстаған болып, шолпанның санын шымшыңқырап алды. Қойшы сал жігіт, бір түрлісің-ау, жақсы ағаң бүгін қонаға қалаға шықпақшы, соның бір көйлегінің жеңін ұштап отырмын, сені де қалаға жүреді деп еді ғой. Жақсы ағам бүгін қалаға жүре ме? Жә жеңге, 3 жылдан бері айтып жүрген сөзім өмір бойы аяқсыз қала ма? Жүрегің бір елжіреуді, аяуды білмейтін тас екен. Тағы бастадың ба сал жігіт? Мені әуре қылып не қыласың? Анау пісіп тұрған қыздарға сөз айтсайшы. Мен сенен қыз сұрадым ба? Саны көп, сапасы жоқ қыздары құрысын. Орамал тастайды ғой теңдесіне дегенді білмейсің бе?
20-ға жетпей алжысайшы, 8 жыл біреуге қатын болған сенің теңіммен бе? Осы сөзді айтып күліңкіреп көзін ерке мысықтай сығырайтыңқырап сынап Шолпан Әзімбайға қарады. Шолпанның мынау сөзінен, мынау көзқарасынан сасыңқырап, тығылыңқырап қалған Әзімбай: «Жоқ, жақсы көрген дегенім ғой. Тәңірі неше жыл қатын болса да бала таба алмаған әйел кәрі бола ма?» Өзінің мынау сөзінен Әзімбай тіпті тығылып қалды. Бала деген сөзбен Шолпанның жүрек жарасына тиіп, оны өзінен алыстатып алғанын сезіп, Әзімбай үзілген сөзді енді жалғап алып кетуге шамасы келмей, сөз орнына қолымен Шолпанның сол жақ санын қысып қойды. Шолпан санынан Әзімбайдың қолын алды да көйлекке қарап біраз ойланып отырып: «Жақсы көргенің рас шығар ғой, бірақ жақсы ағаңның көзіне қалай шөп сал дейсің? Балалардың ұрлық қылайық, қылсақ қылайық, құдайды қайтеміз дегендей, құдайды қайтеміз, және сен жассың, аузыңа да ие бола алмайсың ғой». Мынау сөздерді айтқанда Шолпанның қара көздері тұңғиық түпсіз теңізге айнала бастады. Әзімбайдың көздерінде ес-алаң от ойнай бастады. Әзімбай күнә, құдай деген жаққа аяқ баспай, бар түйін соның сөзінде тұрғандай-ақ асып-сасып өзін бекітуге кірісті. «Сыр шашып мен бала ма? Жоқ, саған қаспын ба? Әй жеңгем-ай, менің жақсы көргенімді білмейсің ғой. Жә, 3 жыл бойы сүйрегенің де жетер. Бүгін түнде келейін бе? Келем». Әзімбайдың қолы жеңі ұшталып жатқан Сәрсенбайдың көйлегінің ғана үстіне емес, Шолпанның өз көйлегінің үстіне барып қалып еді. «Жарайды, бірақ жарайды. Бір жегізші, сабыр қылсайшы, әне біреу келеді. Сал жігіт, үйге кіріп ауыз ти». Жібек майдың сұлу түні. Көкте бір бұлт жоқ. Қара көк барқыт кең көкте оймен, мұңмен, салмақпен ақ алтын ай жүзіп барады. Не іздейді екен? Жарынан айрылған әйел мекен, баласынан айрылған ана мекен. Қыстаудың сыртындағы сулы шіліктегі көлбақалар шулап жатыр. Бақ, бақ, бақ. Не дейді екен олар? Жан керек, жар керек, бала керек дей ме екен? Көл бойынан дамылсыз «Құдірет-ай, Құдірет-ау» деген дауыс естіледі. Өмір бойы Құдіретті аузынан тастамайтын қандай ауыр күнә істеді екен ол қыз? Төсек ағаш үстінде Шолпан жатыр. Жатар алдында иісті сабынмен жуынған, сандықтан жаңа көйлек алып киген. Ол кім үшін жуынған, кім үшін киінген? Кімді күтеді ол? Әзімбайды күтеді. 8 жыл бал алысып тұрған, еш шай деспеген жан-жары Сәрсенбайдың көзіне шөп салу үшін Әзімбайды күтеді. Не үшін? Бала үшін. Жасаған-ау, өзің кеше гөр, аяқ даусы. Есікті ашып үйге кірді. Әзімбай тура төсек ағашқа келе жатыр. Шолпанда үн жоқ, мойнына құрық түскен құландай денесі дір-дір етеді. Жүрегі дәл аузында тұр. Бір үн шығарсақ жүрегі аузынан атып шығатындай. Денесінің бір жері мұз, түлкі алған жас тазыдай, екі иінінен демін алып жалма-жан шешініп Әзімбай көрпеге кіріп келе жатыр. Тап сол минутта тазының көздеріндей Әзімбайдың көздері қып-қызыл шығар. Шолпан «Ой, кет» деп айқай салып жіберуге ойлады. Жоқ, үні шықпайды. Әзімбай көрпеге кірді де «Жеңге» деп жұлмалай бастады. Шолпан соққы жеген адамдай сыбырлап: «Сал жігіт, кішкене жай жата тұрсайшы» деді. Ол күнә есігінен кірер алдына жүрек жарасын Әзімбайға ашпақшы еді. Жанын жеген жегіні суырып алып Әзімбайға көрсетпекші еді. Туғаннан бері қиянат жолына баспай тас болып келген жүректің не үшін бүгін жібегенін айтпақшы еді. Оның іздегені отты, жынды құшақ емес, бала екенін білдірмекші еді. Әзімбайды өз қасіретіне ортақ қылмақшы еді. Бірақ Әзімбай оны тыңдаған жоқ. Қоян қуған төбеттей көрпеге кіргеннен-ақ аласұра бастады. Бір ауыз сөзге келместен Шолпанның денесін умалай бастады. Ойын бітті. Шолпан сұлап жатқан өлік сықылды жатыр еді. Ес-алаң мас Әзімбай мас ойынмен әуре болып жатқанда Шолпанның бота көздерінен мамық жастыққа ыстық мөлдір жас сорғалап жатыр еді. Әзімбай
шолпанның жанымен, көзінен аққан жасымен ісі болған жоқ. Өзімен өзі әуре, шолпанның денесімен әуре. Шолпанның басы астындағы мамық жастық жылқыған су болды. Түн ортасынан ауған кезде су жастыққа беті тиіп әзімбай: «Ой, сен неге жылайсың, бірадар десе бірадарсың-ау» деді. Есалаң Әзімбайдың шолпанды ұққаны осы болды. Таң ағарып келеді. Шолпанның бетінен бір сүйді де: «Енді мен қайтам, ертең ертерек келем» деп Әзімбай жылап-жылап деді. Әзімбай жылап-жылап шаршап талып жатқан жас баладай сұлық жатқан Шолпан: «Жоқ, енді тіпті келме» деп айтуға оңтайланып еді. Бірақ оның іздегені не еді? Бала. Осы бір түннен бала болса жақсы, болмаса мынау түн өмір бойы Шолпанның мойнында лағнет қамыты болмай ма? Мынау күнә өмір бойы күнә болып қалмай ма? Бота көзінен мөлдір жасын жеңіменен сүртіп, Шолпан күбірлеп қана: «Кел сал жігіт, кел, кел» деді. Шолпан екі қабат 5 жыл бойы санадан сарғайып күткен тілегі болды. Уланған өмір гүлденді. Күнә болып қалған жоқ, күнә сауапқа айналды. Бала біткенін білген кезде қандай қуанып жүрді Шолпан. Бір минут қабағы жабылмады. Күн-түн күлкіден аузы тыйылды ма? Кішкене ғана аулақ қалса алақанымен қарнын сипап-сипап сол алақаны сүйеуші еді. Ессіз Шолпан ішіндегі жаны жоқ бір кесек етті ерні күбір-күбір етіп айналып толғанушы еді. Ессіз Шолпан, жә, іздеген жоғы табылды. Басты байлап, естен айрылып, күнәға айдаған кесел жойылды. Енді Шолпанның Әзімбаймен арасын үзбеуі қалай? Шынымен-ақ оның суық жолға түсіп кеткені ме? Шолпанға да ойнастың әдетке айналғаны ма? Жоқ, ойнасты өнеге көретін, суық жолды әдет қылатын әйел Шолпан ба? Ендеше жауап жоқ. Теңіз терең емес, әйелдің жаны терең. 7 қабат жер астындағы нәрсені білуге мүмкін, бірақ әйел жанының минезін білуге мүмкін емес. Bir қарасаң, әйел бала күйерін білмей отпен ойнайды. Әйел ердің тәңірісі, жарата да алады, жоқ қыла да алады, сүйдіре де алады, күйдіре де алады. Әйел ердің құлы, табанының астында топырақ болады, ердің көлеңкесіне айналады, өзі жоқ болады. Әйелдің аруағы басса, ер күйеді, жанады, бірақ өзінің жеке бір адам екендігін ұмытпайды, жоймайды. Ердің аруағы басса, әйел адамдықтан шығып жоққа айналады, есінен айырылады, тілі байланады. Әсіресе әйел бұзық жанды болмаса, ол уақытта мұндай әйелдің ердің көнгіш күңі болуында еш дау жоқ. Шолпан осындай әйелдің бірі еді. Жанынан денесінен жаны айрылмайтын. Кімге берілсе де жан денесімен түгел берілетін әйел еді. Әзімбайға денесін уақытша ғана беріп, жанын аман алып қаламын деп ойлады Шолпан. Бірақ ой мен ісі біріне бірі қабыспады. 3-4 айдың ішінде Шолпанның жаны да Әзімбайға құл болып берік байланып қалып еді. Дұрыс, Шолпанның жаны Әзімбайдан айрыла алмағанға бала іздегеннен аз-аздап шеккен жоқ. Ежелден көз жасына сараңдық қылып үйренбеген Шолпан бұл туралы талай түндерде жылады. Бірақ көз жасымен жанды түзетіп бола ма? Шолпан да болдыра алмады. Әзімбайды көргенде басы айналғандай болып, денесі дірілдеп, тілі күрмелуші еді. Денесінде ыстық қан ойнаған мас Әзімбайдың жансыз нәрседей жұлмалап-бумалауына қалай көнетінін Шолпан өзі де білмеуші еді. Шынын айтқанда, Есалаң Әзімбай тілге келуге, ойлауға мұрша да бермеуші еді. Жарайды, не болса да жасағанның жазуы шығар. Іштегі баланың атасы болғандықтан Әзімбаймен араны үзуге тиіс емес те шығар. Күнә де емес шығар. Сәрсенбай некелі ері болса, Әзімбай баласының атасы жасаған өзі кешірер, бірақ мынау жегідей жайылып бара жатқан өсектен қалай күреседі Шолпан? Жас Әзімбай, мәс Әзімбай, Есалаң Әзімбай мынау сырды тырнақтай жасыруды білмейді. Кісі барау деп айылын жиюды білмейді. Көрінген жерде күшіктей арсалаңдап жатқаны, жолыққан жерде жұлмалап жатқаны, өсегі құрғыр жайылғаннан жайылып барады. Пірадар келін, қар келін деп аталса, Шолпан жұртқа не бетімен қарар? Анау күні енесі: осы келін, Әзімбай сенің отауыңа неге қалжыңдап келе береді дегенде Шолпан жерге кіріп кете жаздады-ау. Жұрты құрысын, енесі құрысын, өмірі құрысын.
Сәрсенбай, жанынан жақсы көретін Сәрсенбай. Сол Сәрсенбай Шолпанға баяғыдай ма? Неге ол бұрынғыдай жадырап жүрмейді? Неге ол ылғи ойлы? Екі жанды байлаған жібектей нәзік махаббат шөбі үзілген сықылды емес пе? Баласы құрысын, сүттей ақ махаббатты, балдан тәтті өмірді улаған баласы құрысын. 8 жыл бойы сен демеген Сәрсенбай бір жылы сөз айтудан қалды. Қайт етсе сынықтан сылтау тауып балағаттап тастайтын болды. Балағаттың аяғы жекуге қамшыға айналып бара жатқан жоқ па? Күні кеше Сәрсенбай Шолпанды неге ұрды? Бұрын барлық дүниесі суға ағып бара жатса да ләм демейтін Сәрсенбай Шолпанды неге сілейтіп салды? Не үшін? Бір шыны аяқ шоғыры қолдан түсіп кетіп сынғаны үшін. Сол үшін бе? Жоқ, Әзімбаймен ойнас қылғаны үшін. Ұрам деп айтып ұрмайды. Неге ол аузына тас салғандай үндемейді? Ол бірдеңе десе Шолпан да айтар еді. Өзінің не үшін күнә қылғанын, бала үшін ойнас қылғанын айтар еді. Жоқ, үн жоқ, балағаттау бар, тепкілеу бар. Махаббат жібі үзілді. Өмір бұзылды. Бәріне лағнет жаусын. Өмірді улаған сол іштегі балаға лағнет жаусын. Талай түндерде мынау түйінді шешу үшін қасіретпен сарғайған Шолпан талай ой теңізіне кірсе де ой түбіне жете алмады. Мынау жанды жеген жұмбаққа ортасында екі оттың мені Тәңірім қор еттің деп зарлаудан басқа жауап таба алмады. Сәрсенбаймен екі ара шиеленіскеннен кейін шиеленісе берді. Екі жанның арасы алыстағаннан алыстай берді. Бірақ дүниеде адам таппаған жұмбақты заман таппақ. Адам құрығанын құтылғанмен заман құрығаннан құтылып кететін еш нәрсе жоқ. Сәрсенбай мен Шолпан арасындағы мынау түйінді ұзатпай заман өзі де шешіп берді. Сентябрь жылдызының соңғы күндері. Ауыл қыстаудың ғана алдында отыр. Салқын түн, түсі суық сұр бұлттар аспанда бір-бірімен жарысып бара жатыр. Жердің бетін аппақ кебіндей болып боз қырау жапқан. Арба астында байлаулы жатқан бұзаулар тоңып анда-санда мө дейді. Олардың жандарында қарны кебежедей болып жатқан сиырлар еш нәрсені елең қылмай пыс-пыс етеді. Сәрсенбай бүгін таңертең ғана қалаға мал айдап кеткен. Отауда төсек ағаш үстінде шыт көрпеге оранып Шолпан жатыр. Оның қойнында ерке баладай көлденеңдеп жатқан Әзімбай қор-қор етеді. Шолпан да ұйқыда. Арбаның тысырлағандай бір дауыс. Шолпан селк етіп оянып кетті. Сүйкеніп жатқан сиыр ма екен? Жоқ, арба, Әзімбай, деді Әзімбай. Шолпан тағы Әзімбай деп бір рет айтты да сөздің пайдасыз екенін біліп Әзімбайдың санын шымшып алды. Ой, сені жын соқты ма? Ойбай, масқара болдық, бір арба келе жатыр, тұршы, кетші, жақсы ағаң болмаса егеді. Мынау есінен адасқан шығар, ол ұшып келе ме? Ойбай, тұр деймін, тұр, әне келіп қалды. Әзімбай жылжып шығып үйдің артына қарай жүгіре бергенде есік артында Сәрсенбай арбадан түсіп жатыр еді. Бұл кім әй? Деді Сәрсенбай. Мен деген жауап орнына қыстау желкесіндегі шілекке қарай жүгіріп бара жатқан Әзімбайды көрді. Сәрсенбай атты доғармастан үйге кіріп, үстіндегі қаптал күпіні жұлып тастай беріп, қолындағы құнтпен төсек ағаш үстінде жатқан Шолпанды шықпырта бастады. Көзін қан жауып кетті. Еш нәрсені көрмеді, еш нәрсені ойлай алмады. Ақылын ашу биледі, қолын құнт биледі. Шып көрпенің астында жатқан Шолпанда тірлік белгісі жоқ. Өлген адамдай сұлқ жатыр. Шолпанның бұлай жатуы Сәрсенбайдың зығырданын тіпті қайнатты. Ах, иттің баласы, деп Сәрсенбай қолындағы құнтты лақтырып жіберіп, шыт көрпені жұлып тастап, көзінен жасы бұршақтап жатқан Шолпанды қолынан сүйреп төсек ағаштан жерге түсірді де тепкілей бастады. Шолпанда ләм-мем деген бір сөз жоқ. Жеңіменен көзін сүрте береді. Басы тепкіленді, қабырғасы тепкіленді, үн жоқ. Етіктің өкшесі өкпеге тиген кезде ах дейді Шолпан. Тағы үн жоқ. Өкше ішке тиді. Шолпан алақанымен ішін басып, бала деді. Мынау сөз Сәрсенбайды құтырған қасқырдан бетер құтыртты. Иттің ғана баласы, мен сенен бала сұрадым ба? Мен саған ойнас жасап бала туып бер дедім бе? Сен иттің адал ісімді арамдап жүргеніңе жарты жыл болды ғой. Шығарма дыбысыңды, өлтірем мен сені, итті өлтірем, күнде күйгенше, бірақ күйейін.
өл ит, өл. Сәрсенбай мынау сөздерді айқайлап айтқандықтан ауылдың бәрі-ақ оянып қалып еді. Алдымен үлкен үйден жаман күпісін жамылып сүйретіп Сәрсенбайдың кәрі шешесі келді. Оның артынан іле-шала жалаңаш, етіне байының ескі жеңсіз киген жыртық ішкі киімінен тізесі жылтырап көрші Бадырақтың қатыны келді. Екеуі де есіктен ойбай сала кірді. Ойбай-ау, кісі өлтіресің бе? Ойбай, балам-ау, ақылмен іс қылсайшы. Ақылдарың өздеріңе, жұмыстарың болмасын, өлтірем бұл итті, өлтірем. Кемпір мен қатын арашаламақшы болды. Ойбайласты, ебелеңдесті. Біреуі қолмен қақып кетті, біреуі аяқпен соғып кетті. Болмады. Беті құп-қу, көзі қып-қызыл болған Сәрсенбай тепкілеуден тоқтаған жоқ. Шолпанда тірлік белгісі жоқ, бір кәлима сөз жоқ, дем де алмайтын сықылды. Әлде талып жатыр, әлде бір жолы өліп қалды. Екі қатын өздерінен еш қайрат болмайтынына көздері жеткен соң ауылды жимақшы болды. Бадырақтың қатыны есік алдына шығып, ойбай-ау, ойбай, өліп қалдыңдар ма? Келсеңдерші мұнда, кісі өліп жатыр деп ойбай салды. Өздері үрпиісіп отырған ауыл мынау ойбайды естіген соң үйлерінен жүгіре шықты. Кимешегін қисық киіп, аяғына кебіс іле салып шыққан қатын қақырынып түкіріп елді басына көтерген отағасылар, мәсісін қоңыл таяқ киген, өзінен өзі ұялатын келіншектер, кең қоныш етік, кең қолтық қаптал киіп, дамбалының ауы салақтап, семіз болмаса да семіз адамдай талтаң-талтаң басатын жаңа атқа мініп келе жатқан кісімшіктер, сырыған ақсұр бешпетін киіп, қолына асасын алып зекет жиып жүріп, бір үйде қонып жатқан темір қожа да келіп қалды. Ауылдың жиылуын күтпей-ақ Бадырақтың қатынының ойбайы шыққан соң Сәрсенбай ұрудан өзі-ақ тоқтап еді. Шолпанда тірлік жоқ еді, сұлқ жатыр. Үстіндегі көйлек пара-пар, денесі, беті, басы бәрі қан. Аузынан да бұрыннан да қан кетіп жатыр. Сәрсенбай төсек ағаштың үстіне шығып отырды. Ой жоқ, еш жоқ, сөз жоқ, тіл жоқ. Оның өзі де талықсыған сықылды еді. Есіктен халық ағылып кіріп жатыр. Мына шіркін естен адасқан шығар, деді біреуі. Ойбай, бетім-ау, өліп қалған жоқ па, деді екіншісі. Өлсе өлсін, қар неме, деді үшіншісі. Азан-қазан абыр-сабыр Темірқожа Шолпанның білегін ұстады да су бүркіңдер деді. Біреу алып келіп су бүрікті. Әлдене уақытта Шолпан дем алып, болар-болмас Алла деді. Алладан садаға кет, иттің баласы, деді Сәрсенбай. Сәрсенжан, шырағым, сабыр қыл, әйел ұрмайтын ер болмайды, бірақ тақсыр, біз бұл араға кірмеңіз. Өлсін ит, ол өлсін. Сәрсенжан, ақылыңа қайт, кісі өлтіру, әйтеуір ол маған қатын болмайды, талақ болсын, талақ. Сәрсен, ашу дұшпан, ақыл дос, сабыр қыл, пәлен жыл еш шай деспеген қосақтан айырылу оңай емес. Заты адал ас арамға айналса, қайтадан адалдап алу шариғатта бар нәрсе. Мысалы, әйелдің олай-бұлай оғаш мінезі білінсе, оны шешіндіріп төбесін 40 шелек су құю керек дейді шариғат. Қожаның аузына мынау сөз шығар-шықпастақ 5-6 қатын жаңа есін жинап келе жатқан Шолпанды сүйрелеп ала жөнелді. Сентябрьдің салқын түнінде қараңғы шорам үйде 5-6 қатын тырыдай жалаңаш шешіндіріп сүйемелеп ұстап тұрғанда Шолпанның шала-шарпы есі бар еді. Бір қатын тістеніп келіп үлкен темір шелекпен мұздай суық суды Шолпанның басына құя салды. Үн шығармады, бірақ селк ете түсті Шолпан. Тап сол секундта Шолпанның миында біткен өмірі нажағайдың отындай шарқ етіп өтті. Жаңа шолпы тағып, сол шолпыны әдейі сылдырату үшін жүкті әдейі қайта бұзып жиғаны, апасынан жалынып сұрап қыз ойнаққа барулары, Сәрсенбайдың босаға аттағалы келгені, бірінші түн, үшкірген қожаның бұқа көзі, Әзімбайдың қара мұрты, тістенген қатын күбірлей екінші шелек су құйып жіберді. Шолпан болар-болмас Алла деді. Қар бетпақ, саған Алла не керек, деді бір қатын. Ештеңе етпес қарағым, жастық та Құдай таупық берсін, деді екінші біреу.
Шолпан да басқа сөз болған жоқ, ой да жоқ еді. Денедегі қанның мұзға айналуымен ой да күңгірт тартты, сөнді. Шолпан көзін жұма берді. Үшінші, төртінші, бесінші шелек. Біразға дейін суық суды құйып жібергенде дене селк етіп кеткендей болып тұрды. Біраздан соң ол да бітті. Ертеңінде түс кезінде Шолпан күшпенен көзін ашып шыбырлап, балам қайда? Әлгі неге келіп бір көріп шықпайды деді де көрпенің бұрышын құшақтағандай болып, ерні беу-беу дегендей қимылдап, сұлқ болып тағы талып кетті. Күнмен таласа Шолпан да өмірмен қоштасты.